Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен пәтір нанның өте дәмді қарапайым рецептісімен бөлісетін боламын. Өте ысы күшті, шаймен күшті етеді. Құрамы қарапайым, өте дәмді пәтір нанын үйде жасап көріңіздер. Өте керемет, үйдегілерге ұнайды. Ең алдымен осылай жуаларымыздың барлығын турап аламыз. Менде кішілеу жуалар болды, сосын 5-6 қолдандым. Сосын табанымызды қыздырып, майымызды құйып, жақсылап қызарғанша әдемі болып қуырып аламыз. Сосын астын сөндіріп, суытып қоямыз да тестімізді илеп дайындап аламыз. Тестісіне 200 мл су, азғантай тұз, сосын 400 граммдай ұн кетті. Су мен тұзымызды жақсылап араластырып аламыз да әдемілеп томпитып тестімізді илеп аламыз. Жақсылап осылай илеп алған соң дәлдей төртке бөлеміз де бір-бірден жая береміз. Тестілерімізді жайып алғаннан кейін кішкене сұйық май жағамыз да жуамызды маймен бірге кішкене саламыз да осылай төртеуінде әдемілеп үстерінен қолмен баса қойсаңыз да болады. 220 градуста 10 минутта пісіп шықты, ас болсын.